таңертең ұйқыдан тұрған кезде бір стакан су ішу керек дейді. Мен де ештеңе ішкен жоқпын. Қазір енді тек бір стакан су ішіп алайын деп тұрмын. Баршаңа сәлем, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода 24 сағат бойына тек С әрпінен ғана өмір сүретін боламын, яғни тек С әрпінен басталатын тамақтарды жейтін боламын. Ал ендеше күнімізді бастайық. Қазір таң. Мен мектепке қарай кетіп бара жатырмын. Ал ендеше маған сәттілік, сендерді өзімен бірге алып жүремін. Бұрын мектепке шығарда сүт ішіп кететін едім. Бүгін С әрпінен басталатындықтан бүгінде сүт ішіп кетемін. Мектептемін. С әрпінен басталатын болғасын су ішуге келген. Мына стакандарым бар, ішінде су жоқ. Акимат қайда қарап отыр дейсіз? Кетер азыр. Тамақ жейсің ба? Мен мына жерде достар қараңдар. Сыр жеймін қазір обедке. Еще сүт ішемін. Мынау екен ғой. Вот, менің түскі асым. Бір кішкене уақытқа тойып алсам жетеді деп ойлаймын осымен. Или может тағы ішемін. Көремін, короче. Маған ас болсын. Достар, қазір үйге келдім. Асмыр сияқты болып кетті. Достар, мен қазір үйге келдім. И мне С әрпінен басталатын сары футболка киіп алдым. Бүгінгі пландарымды айтып берейін сендерге. Так, кеше бір драма қарап бастадым. Оны инстаграмда айттым подписчиктеріме. Ол дораманың аты «Растопи меня нежно» деп аталады. Сол дораманы қарап, кішкене жата тұрамын. И потом үйді жинау керек. И ужин дайындау керек. Содан кейін аудандық күзгі бал болады бүгін. Соған барамын. Сосын болды. Бүгінгі планым осымен бітті. Бүгін мектептегі соңғы күн болды. Енді сабақ оқып, ертеңге дайындалып керек емес. Дораманың бір сериясын бітірдім. Негізі дорама деп айтады, кейбірсі дорама деп айтады. Негізі екеуі де дұрыс. Мен дорама деп айта берейін. Соның бір сериясын қарап біттім. И қазір нандарды пісірейін деп жатырмын. Нандарым, жандарым. Осыларды пісіріп алуым керек қазір. Бұлар уақытқа қойсам пісе береді. Ал жаңа айтқанымдай менде планда үй жинау. Соны жинап кірісе беремін содан кейін. Қазір перекус жасағым келіп кеттім. И холодильниктен мындай сүзбе тауып алдым. Ішінде кішкене қалған енді. Қазір осы сүзбемен кофе ішіп алғым келіп тұр. Сүтпен судан шаршап кеттім бүгіндікке. Сондықтан кофе ішіп алайын, ештеңе етпейді деп ойлаймын. Главное, С әрпінен басталатын сүзбемен. Де? Сүзбе кофе. Ас болсын маған. Түрім әбіржіп кеткен, мән бермей қойыңыздар. Қазір ойланып тұрмын енді ужинға қазір кешкісін не пісірсем екен деп. С әрпінен басталатын тамақта болар емеспін. Мен негізі бағана магазинге барып С әрпінен басталатын бір жейтін нәрселер алып келемін деп едім. Онымен үй жинау керек болып тұр қазір. Бірақ уже кешкісін не істейтінді ойластырып жатырмын. Сол тауып алсам қазір күшті болып кетеді. Болмаса сырттан бір нәрсе жейтін шығармын. Қазір ғана газдың үстін сұртып қойған едім. Енді қазір тамақ істейін деп жатырмын. Қайттан білдіріп. Мен сорпа тамақ жасаймын деп шештім, яғни лапша деп те атайды. Оған міне мына жерде сәбізім, картобым, и мында кеспе бар. Етім аяқта қайнап жатыр. Қазір осылардың барлығын кезеккен кезде қосып сорпа тамақ жасайтын боламын. Міне осындай сияқты болады. Какие больше кеспе?
деп ала дейтін көптеп көрдік. Пластмасты стакандардан және де қағаз сүзгілерден жасалған. Қанша ханзадалардың және олардың киім шеберлері, дизайнерлеріне құрмет білдіріп, қошемет көрсетейік ағайын. Күзгі алдан шықтық. Нормально бай. Шықтық қой. Біз алдыңғы жолы Нұрқасым екеуміз қатысып едік. Не қашып жүрсің? Сен градқа өтіп тұрғанда өзі. На бала, кесірін тиіп біз орын. Сен біз алдың бәрі сындырған осы ғой. Біздің орнауымызға кедергі жасаған. Өтек айда де талжуған, қалжудың мен алдым. Үйге келдім. Жаңа үйден асық шығып кеттім. Еще сендерге піскен тамағымның результатын көрсеткен де жоқпын. Қалай дайындалып жатқанымды, сондай барлығын түсірем деп ойлағам, бірақ тез асық шығып кеттім, сол себептен де түсіре алмай қалдым. Сол қазір сендерге тамағын көрсетейін, мен өзім даже ішкен жоқпын. Тез асық шыққаным сонша өзім де ішкен жоқпын. Тамақты қазір сендерге көрсетем. Сорпа тамақ дейбі. Не осындай болып шықты. Ну енді келсіңдер онда өздерің шақырман Уже сөйлесіз, еттен онда деп шай ішпен, ол жаққа видеоға бармай түсіруді ұмытып жүрмін. кетіппін ғой. Дүдүш. Бүгін қандай жұмысты істеңдер, скулдар жұмысты көрінеді. Мына боксты сендерге инстаграмда таныстырған болатынмын. Осының ішінен қазір маска жабыстырғым келіп тұр. Бүгін сары түсті күн болғандықтан міне мындай сары түсті масканы жабыстырғым келіп тұр. Негізі ол тамаққа байланысты дедім ғой. Бірақ мына сары түсті масканы жабыстырғым келіп тұр. Менде бұндай екеу. Жазуға мән бермеңдер. Осындай екеу менде. Бірақ негізі мен бұндай маска емес, мынадай түрін жабыстырып көргім келген. Не болмаса міне мынадай түрін. Осыларды көргім келген, бірақ екеуінің біреуін қазір алып жабыстырамын. Бірінші бетімді тоникпен сүртіп аламын. Және тониктен кейін де беттің негізінде бір шайып жүрген дұрыс. Міне сары маскам, бұл 7 күндік масканың 2-ші күндікі. Негізі разницасы жоқ деп ойлаймын, қай күнде істеген. Бұл маскалар мен бетіме өте жақсы әсер етеді, яғни кейбір маскалар бар. Бетіме жабыстырған кезде сразу мына жерлердің бәрі қызарып, бөртіп, сүйдіңдай болып кетеді да. Мына маскалар маған өте қатты ұнады, күшті әсер етеді. Онда ешқандай қызару, еш нәрсе болмайды. Ішінде сұйықтығы бар ғой, сол өте көп болып тұрады. Күшті. Күшті қаламның есігі. Енді бұны 15-20 минут күтемін. Достар, маскамен тұрғаныма бір 20 минутта өтіп кетті. Ал қазір енді алып тастаймын. Бүтін бәрі жылтырап кетті ма? Маска істеп болғаннан кейін не істейтін білесіңдер ме? Ішіне шығатын бар ғой. Сол санайды. Ондай жақсы көретін жалғыз мен ғана мынау. Кішкене 5 минут ұстап тұрам, потом кішкене сумен шай жүйрем. Және осылай бетім жылтырап, бүгінгі видеомды осы жерден аяқтап тастағым келіп тұр. Бұл челлендж ұнайды деп ойлаймын. Бүгінгі күні сарып мен өмір сүрдім. Видеоны салай қойып, менің арнама жылды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше